Сәлем достар, бүгін біз алмұрт пирогын дайындаймыз штризельмен. Ол үшін бізге 240 грамм ұн, 145 грамм сары майымыз үй температурасында тұрған. Араластырып ұсақтап аламыз. Бізде бұл песочный тестоға керек. Және де 50 грамм қант ұнтағы, сахарный пудра араластырамыз. Және де бір жұмыртқаның сарысы, сарыуыз қосып, жақсылап нығыздап тесто дайындаймыз. Міне осындай нығыздалған тесто дайындау керек. Және де бұл тестомызды формамызға алып, біз 20 диаметрлік астын пергамент қағаз төсеп, біркелкі етіп, барлық және жедетіне қылып жайып шығамыз. Артық шетін тегістеу үшін осылай пышақтың көмегімен шетін тегістеп алдым. Себебі пирогымыз әдемі көрінеді. Вилканың көмегімен тесіп аламыз. Және де тоңазытқышқа 15 минутқа салып аламыз. Міндетті түрде тоңазытқышқа салыну керек. Ол аралықта біз штризелін дайындаймыз. 50 грамм ұн, 50 грамм миндальный мукамыз, 50 грамм шекеріміз және де 50 грамм сары майымызды қосып, барлығын ұсақтап, штризель дайындаймыз. Бұл штризельді де дайын болғаннан кейін пергаменттің ортасына салып, тоңазытқышқа қоюымыз керек 10-15 минутқа. Міне осындай бәрін жинақтап алдық. Комокқа айналдырып, енді тоңазытқышқа жібереміз. Міне осындай біз пластинка жасауымыз үшін. Енді біз алмұртымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 180 грамм шекеріміз және 50 грамм суымызды газға қойып, қайнағанға дейін алмұртымызды тазалап аламыз. Алмұртымызды тазалап, төртке бөліп тураймыз. Алмұртты өздеріңіздің қалауларыңызбен көбек қылып турасаңыз да болады, әртүрлі. Өте жұқа қылмаймыз, бірақ міне осындай қайнаған кезде қантымыз суымызбен бірге үстінен 2 шай қасық балымызды қосамыз, араластырамыз. Және де дайын болған алмұртымызды салып қайнатамыз. Алмұртымыз жұмсай бастаған кезде тоқтатамыз. Және де бізде ыстық суда бұғып тұрған, ісініп тұрған мейізімізді қосамыз. Мейіз қосуға да болады, және немесе қоспасаңыздар да болады. Өз еркілеріңізде. Мейізбен әдемі көрінеді. Менде молотый корица болмағандықтан стручковый корица салдым. Ол бізге аромат береді, және де дәмін әдемі болады. Міне, алмұртымызды жұмсай бастаған кезде тоқтатамыз. Енді алмұртымызды соғынан шығаруымыз керек. Ол үшін ситаны осылай дайындап аламыз. Менде стручковый корицаны осы ақтыстауым керек. Ситаға салып, соғын шығарамыз. Езбейміз, тек қана ситада өз көмегімен соғы бөліну керек. Енді біздің морозильде тұрған тестамызды алып, 170 градус ыстық пешке салып, 20 минутқа қызарғанша салып аламыз. До конца піспейді ол тестамыз. Ол аралықта 20 минутта біз осылай штризелімізді пластинкаға айналдырамыз. Бұл біздің пирогымыздың үстін жабады. Осындай 20 минут тұрды тестамыз, шет-шеті ғана қызарды, қалған жері піскен жоқ. Енді кезекте алмұртымызды соғынан босаған біркелкі етіп жайып аламыз тестоның бойымен. Және де бетін, осы біздің дайындалған пластинка штризельдерімізді қойып шығамыз.
тегіземіздің барлығы толық қойылғаннан кейін 170 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Себебі алдын біз қамырымызды 20 минутқа ғана салдық. Енді 20-25 минут салып аламыз. Дайын болған пирогымызды формасынан босатып, суығаннан кейін кесеміз. Өте әдемі песочный бізде пирог. Ас болсаңыздар, сіздермен бірге болған Жайдия кондитерлік орталығы.